Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі 16-шы сабақтың тақырыбы ю әрпінің жазылуы. Сабақтың мақсаты дерек көздерден мәлімет табуды үйренемін. 65-ші жаттығу. Өлеңді көшіріп жазып, қарамен жазылған сөздің астын сыз. Күнде тәртіп бұзыпты, кішілерді сүзіпті, миуаны үзіпті, мүйізіне тізіпті. Астындағы тапсырмаларға назар аударайық. Миуа сөзінің жазылуына назар аудар. Миуа сөзінің мағынасын оқулықтың соңындағы түсіндірме сөздіктен қарап біліп ал. Миуа сөзінің мағынасы ол кітаптың соңындағы түсіндірмеге сәйкес жеміс жидек, мәуе деген мағынаны білдіреді екен. Өлеңді оқушылар көшіріп жазып, қарамен жазылған сөздің астын сызамыз. Бізде қарамен жазылған сөз миуа, сол сөздің астын сызамыз. 66-шы жаттығу. Сөздерді көшіріп жаз, олардың жазылуын есіңе сақта. Миуа, хайуан, хайуанат. Осы сөздерді қатыстырып, сөйлем құрап айт. Бірінші миуа деген сөзге сөйлем құрайық. Апамның бақшасында миуа ағаштары бар. Екінші хайуан. Орманда жабайы хайуандар өмір сүреді. Хайуанат. Мен хайуанаттар бағынан ақ аюды көрдім. Келесі жаттығу бізде 67-ші жаттығу. Мәтінді көшіріп жаз, ю әрпі бар сөздің астын сыз. Саматқа әкесі Юпитер ғаламшары туралы айтып берді. Самат Юпитердің ең үлкен ғаламшар екенін білді. Ол Юпитерге ұшып баратын зымыран ойлап таппақ болды. Бізде ю әрпі бар сөз Юпитер, Юпитер, Юпитердің, Юпитерге. Осы сөздердің астын сызамыз. Дерек көздерден Юпитер туралы біліп ал. Енді дерек көздерде Юпитер туралы мынандай мәлімет бар екен. Юпитер сөзінің негізгі қазақша мағынасы есек қырған. Есек қырған күн жүйесінің 5-ші ғаламшары. Қызыл жұлдыз бен Сатурн, яғни қоңырқай, ғаламшарларының арасында орналасқан. Есек қырған күннен 773 миллион шақырым қашықтықта орналасқан. Есек қырған күн жүйесінің ең үлкен ғаламшары. Диаметр бойынша ол жерден 11 есе, ал салмағы бойынша 300 есе үлкен. 68-ші жаттығу. Шығармашылық үзіліс. Суреттегілердің атауын тиісті орнына қойып, өлеңді оқы. Көрпені жаю керек, ыдысты шаю керек, матаны қию керек, жейдені кию керек. Біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше қош сау болыңыздар. Егер сабақ сіздерге пайдалы болған болса, арнама жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.